Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын үй жағдайында керемет нан жасаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: тұз, қант, ашытқы, сұйық май және жылы су және ұн қажет бізге. Алдымен жылы суымызды ыдысымызға құямыз. Үстіне ашытқымызды салып, қантты салып, араластырып, он минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. 10 минут уақыт өтті, бізде жақсы көтерілді көпіршіп. Тұз, май құйып, жақсылап араластырамыз. Сіз сұйық майдың орнына сары май қолдансаңыз да болады. Ұнымызды осылай електен өткізіп саламыз. Електен өткізген маңызды, арасына ауа кіріп, ұнымыз жақсы көтеріледі. Қалған суымызды құйып, алдымен қасықпен елейміз, жұмсақ болу үшін. Әркімде ұн әр қалай, мен астына граммын жазам, сіз өз көз мөлшеріңізбен жасаңыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр қылып илейміз. Неке бізде жұмсақ қамыр пайда болды. Қалған майды осылай бетіне жағып қойып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Бізде жарты сағат уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Видеодағыдай жасаймыз. Осылай формаға келтіреміз. Листімізге салып, бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут уақыт өтті. Жақсы көтерілді. Бетіне жұмыртқа жақтым. Сіздер қалауларыңызға қарай сүт жақсаңыздар болады, кішкене май жақсаңыздар болады бетіне. Мен осындай семішкенің дәнектерін қойып шықтым. Қалауыңызға қарай күнжіт қойсаңыздар болады, мақ қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеші 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын. Қараңыздаршы, қандай керемет қып-қызыл болып, дайын болып шықты. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздаршы, қандай керемет, ортасының бәрі толық пісті. Қараңыздар, жұмсақ, үлпілдек, керемет нан болып шықты. Тура дүкендегідей болып шықты. Жұмсақ. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға осылай жасап беріңіздер. Өте оңай дайындалады. Балаларыңыз сүйіп жейді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.